Аудан тұрғындарының денсаулығы жергілікті медицинаның басты басымдығы. Соңғы жылдары Темірлан көпбейінді аудандық ауруханада медициналық қызмет сапасын арттыру және заманауи емдеу тәсілдерін енгізу, сондай-ақ тұрғындарға қолжетімділікті кеңейту бағытында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Бүгінде бұл емдеу мекемесінде 400-ден астам дәрігер мен медицина қызметкері халыққа қызмет көрсетуде. Мыңдаған тұрғынның өмірі мен денсаулығына жауапты ұжым уақытпен санаспай тәулік бойы еңбек етіп келеді. Жалпы Ордабасы аудандық орталық ауруханасы осы Ордабасы аудан көлеміндегі 130 мыңға жуық халыққа қызмет көрсетеді, аурухана жағы. Соның ішінде емханамызға тіркелген халықтың саны 82.100 адам. Яғни ол осы біздің Ордабасы ауданында орналасқан барлық ауыл елді мекендер және орталығы Темірландағы тұрғындар болып есептелінеді. Жалпы структурамызға келетін болсақ, біздің құрамымызда 51 объект бар. Ол жерде мынау орталық аурухана ғимаратын көріп отырсыздар. Сонымен қатар 5 бастапқы медико-санитарлық көмек орталығы, 6 дәрігерлік амбулатория, 23 фельдшерлік бекет, сонымен қатар 17 медициналық бекетіміз бар. Яғни осы құрамдардың барлығы осы аудандық аурухананың құрамына кіреді. Жалпы дәрігерлеріміздің саны қазіргі таңда 440-қа жетеді. Қызметкерлеріміз, орта буын қызметкеріміз 660-ты құрайды. Қалған қызметкерлеріміз, жалпы қызметкерлеріміз саны 1400, қалғандары бізде жаңағы кіші қызметкерлермен проще персоналдар басқа персоналдарды құрап отыр. Ауруханалық қызметке жалпы келетін болсақ, біздің ауруханамыз 285 төсек орынға лайықталған. Оның біздің жаңа айттым, мен өз сөзінің басында айтқанымдай, жалпы біздің ауруханамыз 2026 жылдың 12 қаңтарынан бастап көпбейінді аудандық орталық аурухана мәртебесіне болды. Яғни бұл дегеніміз біз ауданаралық қызмет көрсетеміз. Яғни бізге қарасты Бәйдібек, Арыс аудандарымен қоса осы Ордабасы аудан тұрғындарына біз толықтай көмек көрсетеміз. Сонымен қатар осы бізде білесіздер, жалпы 2025 жылдан бастап жедел жәрдем саласында қызмет қылған 4-ші санатты шақыртулардың біздер облыстық жедел жәрдем құрамына қосқан болатын. Соның нәтижесінде бізде мына диспетчер қызмет атқарған қызметкерлерді біз өзімізді сақтап қалып, колл-центр ашқанбыз. Яғни колл-центр осы аудандағы тұрғындардан түсетін барлық ұсыныс, пікір, арыз, шағым, сонымен қатар үйге шақыртуларды да түгел барлығын қабылдайды. Енді әрине біз жалпы пациенттермен тұрақты түрде байланыстамыз, кері байланыс міндетті түрде жасаймыз. Ол мақсатта бізде барлық жағдайлар жасалынған. Медициналық қызметтің қолжетімді болуы әсіресе ауыл тұрғындары үшін аса маңызды. Осы бағытта аурухана басшылығы нақты қадамға барып, Төрткөл ауылдық округінде дәріханалық пункт ашты. Енді қан қысымы, демікпе сынды созылмалы дертпен ауыратын тұрғындар тегін берілетін дәрі-дәрмегін Темірланға сабылмай-ақ өз ауылынан алады. Бұл бір жағынан уақыт үнемдеу болса, екінші жағынан тұрғындарға жасалған үлкен жеңілдік, жақын, ыңғайлы әрі тиімді. Және де біздің керемет жетістіктеріміздің бірі, мынау облыс көлемінде алғашқы мекемелердің бірі болып біз бастадық. Ауылды жердегі емдеу мекемелерінде тегін дәрі-дәрмектер тарату пунктін аштық. Яғни аптечный пункт деп айтады. Ол жерде мемлекет тарапынан берілетін белгілі бір категориядағы сырқаттарды емдеуге арналған, яғни оның ішінде артериялық қан қысымы бар, жүректің ишемиялық ауруы бар, бронхиалды астма бар, және мен балалардың суықтаған уақытында қабылдайтын препарат дәрілерінің барлығын біз сол жергілікті бастапқы медико-санитарлық орталықтарды тарату мәселесін қолға алдық. Ең алғашқысы болып әрине бұл біздің өзіміздің Төрткөл ауылында орналасқан бастапқы медико-санитарлық көмек орталығына ашылды. Қазіргі таңда пациенттерге толықтай дәрі-дәрмектерді жақын орналасқан ауылдарымен қоса, яғни ол Бөген, Қарақұм, Жеңіс ауылдарымен қоса 4 ауылды қамтыған аптечный пунктіміз жұмыс жасап жатыр. Аудандық ауруханада бүгінде медицинадағы ең өзекті бағыттардың бірі инсульттің алдын алу бойынша тіріксіз ота сәтті жүргізіліп келеді. Неврологиялық бағыттағы бұл жоғары технологиялық емдеу әдісі тамыр арқылы жасалып, арнайы стенд қойылады. 2025 жылдың өзінде 97 адамға ота жасалып, оның 50-не стенд қойылған. Бұл аудандық аурухана үшін үлкен жетістік. Бұрын мұндай күрделі оталар тек ірі қалаларда жасалса, енді жергілікті тұрғын оны өз ауданында ала алады. Оның ішінде қазіргі таңда бізде ангиографиялық операциялар қазіргі таңда жасалуда.
ангиографиялық оталардың өздері бізде яғни эндоваскулярлы операцияларымыз бар және стенттік баллонопластикалық операцияларымыз бар. Бір жылдың ішінде 25 жылы 97 науқасқа ота жасалынған болатын. Бұл үлкен көрсеткіштің бірі. Оның ішінде эндоваскулярлық науқастарымызға бізге жасаған. Ол бізде 47 науқас болды. Ал енді стенд қойылып науқастың жағдайын жақсартып, денсаулығына пайдалы қызмет жасағанымыз ол 50 науқасқа арнайы ота жасалып стенд қойылды. Қазіргі таңда үлкен жетістіктерге жету бұл ауданаралық бойынша есептейтін болсақ, бұл қазіргі таңда медициналық деңгейдің үлкен деңгейге көтерілгенінің бір белгісі. Қазіргі таңда бізде тек қана мынау инсульттік бөлімнен басқа да бізде аурулар бар, эпилепсиялық аурулар бар, аутоиммунды неврологиялық аурулар бар, және одан кейін бізде қатты неврологиялық асқынуларға алып келген, яғни басқа да түрлі аурулар бар. Соның ішінде мысалы эпилепсиямен ауыратын науқастар, оларды осы жерде қадағалаймыз, бақылаймыз және әр ай сайын олардың яғни есептерін алып отырамыз. Бұл жерде командалық жұмыс болынады. Дәрігерлерден, яғни біз поликлиникалық неврологиялық дәрігерлерге оларға жүктеме тапсырма тапсырып отырамыз. Ал енді екінші жағдайда келетін болсақ, инсульттік науқастар. Бізде емделіп шыққанымен бірге науқастарға арнайы активтер беріліп отырады. Өйткені міндетті түрде үнемі бақылауда отыру керек болады. Өздеріңізге белгілі, бір рет инсульт алған науқастарда тек қана ол инсульт қана емес, басқа да қосымша аурулары болуы мүмкін. Сол үшін жіті бақылауды ол міндетті түрде өткіземіз. Солардың бірі егіде жастағы Язбек Сөнбеков. Ол ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілген. Дәрігерлер дер кезінде көмек көрсетіп, жүрегінің бір жағына стенд қойған. Бүгінде жағдайы бір қалыпты. Алдағы уақытта екінші тамырда да осындай ота жасау жоспарланып отыр. Емделушінің айтуынша, дәрігерлердің кәсібилігі мен жедел әрекеті оның өмірін сақтап қалған. Қазір ол өз аяғымен жүріп, алғысын білдіріп отыр. Алғаш кезде операция жасаймын басына деген кезде мен басымды кесіп жасайтын шығар деп ойлағам. Сөйтсем ондай бас кеспей былайша жасайды екен. Одан кейін барып мақұл дедім, мен басым кесетін болсам, может, көнермем, көнбеспем. Содан кейін енді барып мынау Ордабасы аудандық больницасына үлкен врачтарға және үлкен заведующий, үлкен қызметкерлер, главврачына бәріне өз алғысымды айтам, рахметімді айтам. Ауруханадағы оңалту орталығы да науқастар үшін үлкен мүмкіндік. 13 төсек орынға арналған бөлімде бүгінде 12 емделуші ем қабылдап жатыр. Солардың бірі Асылбек Әшірәли. Ол 2 ай бұрын жол көлік оқиғасына ұшырап, аяғын қатты жарақаттаған. Алғаш ауруханаға түскен кезде жағдайы тым ауыр болған. Тіпті аяғын бүге алмай қалған. Қазір дәрігерлер мен оңалту мамандарының еңбегінің арқасында беті бері қарап, қозғалысы біртіндеп қалпына келеді. Мұнда тағы бірнеше науқас қатарынан ем алып, өз алғыстарын жеткізуде. ТТП болған алдыңғы декабрьдің 6-сы. Содан операция жасалып, тізе сынып кетті, шашкам сынып кетті. Содан бір ай болды жатқаныма. Бір айдан кейін осы айға кеше январдың 20-сы осы айға келіп жаттым, 16 бөліміне. 3 күн болды, 3 күннен бері результат беріп жатыр. Рахмет, ем алып жатырмын. Мына уже басына келгенде бөгілмейтін еді. Осындай тек қана осылай тұрады? Мынандай тұратын, қазір мынандай ақ бөгіліп жатыр уже. Мен Агусайында аттан аяғымды сындырғам. Не деймін, мынау темірланды орталық несіне келіп жатып, құда қалса. Аяғым кішкене жақсы болып қалды. Мынау врач апайларға, қыздарға, мынау ем беріп жатқан бәріне рахмет айтамын. Аяғымды, белімді аламай жүргем. Мына құда қалса не деймін? Қыздарға, осы жерде жұмыс істеп жатқан бәріне де көп-көп рахмет. Аудандық ауруханада тек емдеу ғана емес, алдын алу мен оңалтуда баса мән беріледі. Күндізгі бөлімде дамуы кешеуілдеген балаларға арналған орталық жұмыс істейді. Мұнда балаларға скрининг жүргізіліп, аналарға баланы дұрыс тамақтандыру, күту жолдары жан-жақты түсіндіріледі. Арнайы мамандар үздіксіз кеңес береді. Сонымен қатар жедел жәрдем пунктіде оперативті жұмыс істейді. Ал аурухана толықтай заманауи құрал жабдықтармен қамтылған. Былтыр медициналық мекеме күрделі жөндеуден өтіп, 2020
2025 жылдың 12 қаңтарынан бастап көп бейінді аудандық аурухана мәртебесін алды. Ал тұрғындардың арыз-шағымын жедел қарау үшін былтыр арнайы кал орталық іске қосылған. Кез келген тұрғын өз ұсынысы мен мәселесін тікелей жеткізе алады. Бұл ашықтық пен халық сеніміне жасалған нақты қадам.